Астана қаласында қазақ халқының ұлы перзенті Жұмабек Тәшеновтің 110 жылдығына арналған Тәшенов қазақтың қайсар ұлы атты тақырыпта республикалық ғылыми тәжірибелік конференция болып өтті. Республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияның ұйытқысы болған Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы мен Жұмабек Тәшенов атындағы нөмірі 10 мектеп гимназиясының ұжымы мерекелік іс-шара таңертеңгілік Жұмабек Тәшеновтің монументіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Мектеп қабырғасына келген қонақтарды мектеп көркем өнерпаздары күмбірлі күймен қарсы алды. Мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Тәшенов атындағы нөмірі 10 мектеп гимназиясының ұжымы республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға келген қонақтарды қазақтың ұлттық тағамдары мен сусындарын ұсынып қарсы алды. Көп ұзамай қазақтың қайсар ұлы Жұмабек Тәшеновтің бейнесі бейнеленген ескерткіш тақтаның ашылу салтанаты болды. Салтанатты жиынға Жұмабек Тәшеновтың ұл қыздары және келіндері менен туған туыстары қатысты. Мемлекет және қоғам қайраткерлері мен қызметтес болған азаматтар және ізбасар үзеңгілес інілері қатысып, жылы лебіздері мен қазақтың қайсар азаматының тұлғалық ерекшелігі туралы жүрек жарды лебіздерін білдірді. Бұдан кейін жиналған жұрт Жұмабек Тәшеновтің өмірлік тарихи жолдарына арналған мұражайдың ашылу салтанатына қатысты. Мұражай көрікті заманауи стильде түрлі экспонаттық бұйымдар менен тарихи өмірлік естеліктерге толы суреттермен жабдықталыпты. Жұмабек Тәшеновтың 110 жылдығын еске алып отырмыз. Ол қазақтың халқында, қазақтың ішінде бұлдар тұлғалар сирек кездесетін тұлғалар. Әр заманда осындай тұлғалар шығып, өзінің ісіменен, өзінің айтқан сөзіменен қазақтың мәңгілік есінде қалады. Мен ойлаймын, осы бұл кісінің қазақтың тарихында алтын қаріппен жазылған бүгінгі өткен конференция бұл бастамасы ғана. Мен ойлаймын, осы
120 жасқа келгенде, 125-де ресми түрде тойлайтын юбилейный даталар бар. Сонда осы Астанада қазіргі тәуелсіз сарайында өтті. Мемлекет басшысы баяндама жасайды. Өйткені бұндай тұлғаларды әрқашанда дәріптеп отыруымыздың қажеті бар. Бұл болашақтағы жастарды өсіруге, әсіресе мектептерде үлкен үлгі ретінде көрсетіп, сондай азаматтарды өсіру біздің қоғамның, мемлекетіміздің бірінші мақсаты болу керек. Ондай тұлғалар болмайды, мемлекетте болмайды, ұлтта болмайды. Қазақтың біртуар азаматы Жұмабек Тәшеновтің 110 жылдық мерекесіне арналған республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияның пленарлық отырысы басталды. Конференцияның салтанатты ашылуынан кейін Жұмабек Тәшенов жайлы түсірілген деректі фильмдер көрсетілді. Белгілі ғалымдар Жұмабек Тәшеновтің өмір тарихына, жүріп өткен еңбек жолдарына тереңнен тоқталып, ғылыми саяси көзқарастарын білдірді. Қылышынан қан тамған кеңестік одақтың кезінде қазақтың қайсар азаматының арқасында елдің, жердің тұтастығы сақталып қалғаны туралы ғалымдар жарыса дәріптеді. Жағымпаздылық, жасампаздылық, мансапқорлықтың жетегінде кетпеген қазақтың біртуар азаматы батыл ойын, жеке көзқарасын ашық бүкпесіз айта білетін. Қарақылды қағжарған мінезімен, ұлтжандылығымен Жұмабек Тәшеновтің ерлігі халық жадында мәңгі сақталып қалды. Память о моем отце жива, и люди помнят, с благодарностью вспоминают его имя. И это для нас, для нашей семьи, это большая гордость. Папа вот мой был настоящий патриот, потому что слово патриотизм сейчас на каждом шагу говорят, заезженное слово, но на самом деле это глубокий смысл. Он был человек простой, любил свою родину, любил свой народ. И всю свою жизнь он посвятил работе. Я, сколько помню, я даже его мало видел, когда маленький был. Он все время был на работе, все время в командировке ездил. Уборка посевная. И, наверное, вот это народная благодарность ему за то, что он работал для народа. Надеюсь, память о нем не забудется вообще. Его дети, конечно, его никогда не забудем. Мы его любили. Был он очень хороший отец. Он нас не баловал. Мы жили, как все люди, просто жили, небогато. Так что все, чего я достиг, конечно, благодаря моему отцу, его заботе. Спасибо ему за это. Қазақтың біртуар азаматы Жұмабек Тәшеновтің 110 жылдық мерекесіне арналған республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясында саяси көзқарасын білдірген ғалымдар Жұмабек Тәшенов жайлы тарихи естеліктер, тың дерекке толы шығармалар, ғылыми публицистикалық еңбектеріне тереңнен тоқталды. Ғылыми ізденіс, жанайқайға толы тебіреніс, бүкпесіз шындық, риясыз адалдық, ұлтжандылық, отанға, елге, жерге деген сүйіспеншілік, адамгершілік пен мейірімділік, қарапайымдылық, қызметсіз қалғандағы адами адалдығына дейін сөз болды. Бұл ғылыми деректердің жиынтығы баспадан басылып шығатын том-том кітаптарға айналмақ. Мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтің 110 жылдығына арналған Қазақтың Қайсар Тәшенов атты ғылыми практикалық конференция болып өтті. Конференцияға Мемлекет және қоғам қайраткері Оралбай Әбдікәрімұлы, Қазақстан Республикасының Сенатының депутаты Сабыр Ахметжанұлы және Евразия ұлттық университетінің ғалымдары және Тәшеновтанушы ғалымдар және Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтың баласы мен келіні Саят Жұмабекұлы менен Айгүл Тілеуханова келіп қатысты. Бүгінгі біздің конференция осы Жұмабек Ахметұлының істеген ерліктерін кейінгі жас ұрпаққа тәрбиелеу бағытында өткізілді.
яғни кешегі қытырма заманда Жұмабек Ахметұлы Тәшенов Қазақстан Республикасының 5 облысын Мәскеуге бермей аман алып қалған болатындығын. Сол біздің Дархан даламыздың осындай қайсар мінезді ұлының дәріптеу мақсатында өтіп жатқан конференциямызда осы ғалымдар және қоғам және мемлекет қайраткерлері Жұмабек Ахметұлы Тәшеновке халық қаһарманын беру туралы ұсыныстар және Тәшенов тану курстарын өткізу туралы ұсыныстарын берген болатындығын. Алдағы уақытта осы мектебімізде Тәшенов тану курстары жүргізілетін болады. Және сонымен қатар біз осы Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтың 110 жылдығына арналып, мектебімізде ең бірінші кіреберіс жерінде ол кісінің үстіндегі барельефін және осы Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтың мұражайы ашылды. Осында осы мұражайдың ішінде, яғни Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтың қолданған өзінің заттары және осы жердегі алған марапаттары және семьясы туралы және қызметтері туралы мына жердегі суреттері белгіленген. Және осы жердегі неміз Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтың қорғаған облыстарында Қазақстан картасында осы жерде бейнеленіп, осы недегі алдағы уақытта осы музей, осы біздің мектептің оқушылары және қаланың мектептерінің оқушылары үшін Тәшенов тану курсына және Тәшеновтың қандай қайсар ұлы болғандығы, қайсар қайраткер болғандығын дәріптеу мақсатында ашылған музейіміз болып отыр. Конференция аясында оған дейін де біз бірінші Жұмабек Тәшеновтың 110 жылдан арналған оқушылар арасында спорттық шаралар өткіздік. Ертең күні бізде осы Жұмабек Тәшенов атындағы 110 жылдығына арналған жүлдеге мұғалімдер арасындағы және мектеп директорлары арасындағы спорттық шаралар өткіздік. Біз өзіміз жылда осы Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтың туған күніне орай жылдағы уақытта жаңа оқушылар арасындағы конференциялар, мұғалімдер арасындағы спорттық және оқушылар арасындағы спорттық шаралар өткізіп отыр. Яғни біз серіктес мектептеріміз бар, яғни осы республика бойынша Жұмабек Тәшенов атындағы 8 мектеп, бір университет бар. Осы мектептер, серіктес мектептер арасында біз Қарағанды қаласында өзінің Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтың туған жері Аршалы кентінде және Астанада, Петропавлда, Павлодар қаласында, Ақтөбе қаласында және Түркістан қаласы мен Түркістан облысының арасындағы мектептер арасындағы осындай іс-шаралар жыл сайынға туған күніне орай іс-шаралар өткізіп тұрады. Бүгінде еліміздегі Жұмабек Тәшенов атындағы ғылыми орталықтар мен мектеп мекеме арасында ғылыми ынтымақтастық, серіктестік, әріптестік орын алып, бір-бірімен тығыз байланыс үстінде көрінеді. Қазір барлық жерлерде мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Тәшеновтың 110 жылдық мерекесіне арналған мерейтойлар кезең-кезегімен тойланып жатыр дейді бізбен тілдескен маман. Енді Тәшенов туралы көп зерттелеген кезде біртуар енді азаматтарымыз, қазіргі тұлғаларымыз, соның ішінде Еуразия Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессорларының еңбектерін зерделеп, соның ішінде Қанат Енсенов, Дүйсенов тұлғалардың еңбектерін оқып, бір сыпыра еңбек етіпті. Шынымен де, өйткені кеңес одағы кезінде, ол кезде енді Хрущевтің, КСРО-ның бас хатшылығында Хрущев отырған кезде, былай қарағанда, енді бүкіл КСРО-ның басшылығына қарсы айту, бұл енді сол үшін қызметтен де кетті Жұмабек Тәшенов. Енді бір сыпыра уақыт қызметсіз жүрді, ол білмеймін, енді екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан өз басым бүгінгі секциялық жұмысқа өзімнің мақаламды Жұмабек Ахметұлы Тәшенов дара тұлға деп атап мақаламды алып келген жайым бар. Шыны керек, бұл дара тұлға. Өйткені қазақтың тарихында бұндай тұлғалар жетерлік, бірақ дара деп тұрғанымыз өзінің еңбегін қалдырған. Бір даралық еңбек. Бұл жерде Тәшеновтың даралығы қазақтың бір тұтастығын, соның ішінде солтүстік өңір, одан кейін оңтүстік өңір, мысалы оңтүстік өңірдің біршама жерлерін кеңес одағы кезінде Хрущевтің жетекшілігімен Өзбекстанға беріп қоя жазады. Маңғыстау өңірін Түркменстанға беріп қоя жазады. Солтүстік өңірлерді Ресейге беріп қоя жазады. Міне сол кезде Хрущевтың өзіне ашық түрде қарсылық білдіріп, Тәшеновтың еңбегі зор. Сондықтан біз қазіргі буын
шынымен де біз бақыттымыз, өйткені тәуелсіздікте өмір сүріп жатырмыз. Еліміз әлем деңгейінде 9-шы орын алады. Біз мақтанамыз қазақ екенімізді, иә. Бұл осындай кезінде мықты тұлғалардың арқасы деп білемін. Республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияның пленарлық отырысы аяқталып, мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Тәшенов туралы арнайы өтілетін ашық сабақтар легі басталды. Келген қонақтар мен ғалымдар ашық сабақтар үрдісіне қатысып, ұстаздардың сабақ өту шеберлігіне тәнті болды. Ашық сабақтар үрдісі аяқталып, қорытындыланып, мұғалімдер бір-біріне жылы сөздерін айтып тарқасты.